потому что мына жақтағы ірің, гной, барлық жаңағы қабынудың барлығы ол мына яичниктерге және маткаға олардың шапкысы болып тұрады да. Мына асқазан ішегі жүйесіндегі гной, воспаление бәрі мына жаққа кәдімгі шап болып тұрады. Яғни мына жақтағы бүкіл воспаление, ірің немесе жаңа қабыну процесі ол былай айтқанда үздіксіз маткаге ағып тұрады, яичниктерге ағып тұрады. Сондықтан көп әйелдер ешқандай выделениеден құтыла алмайды. Ол жақта воспаление үнемі болып жүреді. Свеча алады, свечаны бірақ уақытша ғана, потому что мына жақ воспаленный. Сондықтан біз маткадегі, яичниктердегі және выделениелерді кетіруіміз үшін мына жақтағы воспалениені кетіруіміз керек.